Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше зебра блиниді жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксермен көпіртіп араластырып аламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін үстіне тұз, ас содасын салып, және де сұйық майымызды салып, сүтімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және де ең соңғы ұнымызды салып, сұйық масты шығаратын боламыз. Массамыздың сұйықтығын осылай қасықпен қарап алуымызға болады. Біздің сұйықтық массамыз дайын. Енді осыны кішкентай ыдысқа кішкентай бөлігін құйып, үстіне какаоны салып миксерлеп аламыз. Әбден миксерлеп аламыз. Содан кейін қызып тұрған табамызға блинімізді құйып 2-3 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ақ массамызды ысып тұрған табаға құйғаннан кейін 1 минуттан кейін какао қосылған массаны құйып пісіріп алатын боламыз. Блиніміздің астын пісірерде тек аз ғана секунд ұстаймыз, себебі күйіп кетуі әбден мүмкін, сондықтан тек азғантай пісіріп алып, ыдысымызға түсіріп аламыз. Сіздермен болған Манар. Менің видеом ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.